Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге мен әдемі, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай дәмді булочкаларды дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, соңына дейін видеоны қараңыздар. Бір жасағаннан-ақ сіздерде осындай дәмді, жұмсақ, әрі өте әдемі болып шығатын болады. Ең алдымен сүтімізге қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлық заттар бізде бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ал сүтіміз тіпті жылы болса да болады. Себебі оған жұмыртқаны, қантты салған кезде қазір біздің сүтіміз жылы күйінен салқындайтын болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқаның тек біз ақуызын қосамыз, сарысын бетіне жағуға алып қаламыз. Үстінен ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, оның үстінен қазір ұнымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Бізде майды бөлме температурасында жұмсақ етіп алғанымыз дұрыс. Біздегі булочкалардың негізгі құпиясы ол ең бастысы майды салуда болады. Майды сұйық массаға емес, осылай қамырды илеп жатқан кезде, жұмсақ қамыр пайда болған кезде қосамыз. Негізгі булочкалардың құпиясы осы майды салуда болып табылады. Осылай майымызды жақсылап саламыз, қолымызбен жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Қажетті заттардың мөлшерін видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап жасасаңыз болады. Мен қалдырған мөлшерден сізде 10 дана булочка шығады. Егер сіз көп қаласаңыз, мөлшерін көбейтіп жасай берсеңіз болады. Және булочканың арасына қалаған салмаңызды салсаңыз болады. Ешқандай салма салмай өзін ғана пісірсеңіз де дәмді болып шығады. Міне қамырымды осылай жақсылап илеп алдым. Енді кішкене алып қалған ұнымнан осылай қосып, үстінен тағы да қамырды илейтін боламын. Ұнның барлығын бірден салуға болмайды, себебі қамыр қатты болып қалуы мүмкін. Иленген қамырдың бетін жауып, көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілген қамырды осылай таразыға қойып, мен теңдей 10 бөлікке бөліп, булочкаларды жасайтын боламыз. Қамыр қолға кішкене жабысуы мүмкін. Қолыңызды майлап, немесе кішкене ұнға батырып, жұмыс жасасаңыз болады. Осылай 10 бөлікке бөліп алдым. Енді дөңгелектеп барлығын булочкалардың формаларын шығаратын боламын. Мен үйге жасағандықтан осылай қарапайым ай секілді етіп жасадым. Егер сіз өзіңіз қонақтарға, сатылымға жасайтын болсаңыз, қалаған формада жасауыңызға болады. Булочкаларымды дөңгелек етіп жайып алып, пышақпен кесіп шығамын осылай жоғарыдан. Енді арасына қара өріктен жасалған тосапты салып, екі жағынан жақсылап жауып, орап, бір формаға келтіріп, барлық булочкаларды осылай жасап шығатын боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіз болады. Барлығына жауап беремін. Осылай булочкаларымды қағазымызға орналастырып, үстінен жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, пісу уақыты да әртүрлі болады. Менің пешімде 20-25 минутта булочкаларым пісіп шығады. Сіз өзіңіздің пешіңіздің уақытысына қарап ыңғайлап көресіздер. Осылай барлығын жағып шығамыз әдемілеп. Үстінен қалаған өзіңізге ұнайтын мак немесе кунжутты сепсеңіз болады. Міне біздің булочкаларымыз осындай сап-сары болып, әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға бұл рецепт ұнайды деген ойдамын. Және өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалынады. Сау болыңыздар.